Assalomualaikum, құрметті көрермен. Бүгінгі таңда көпшілігіміздің көру қабілетіміз түрлі себептермен нашарлап барады. Күнделікті смартфонға үңілу, компьютер алдында ұзақ отыру, дұрыс тамақтанбау, осының бәрі көзіміздің денсаулығына кері әсерін тигізеді. Сіз көру қабілетіңізді жақсартқыңыз келе ме? Әрине, бұл сұраққа бәріміз иә деп жауап береміз. Себебі, көз біздің айналамен байланысымыздың ең маңызды құралы. Оның саулығы өмір сүру сапамыздың кепілі. Ендеше көз жанарын сақтап қалу үшін не істеу керек? Дәрі-дәрмек пен қымбат ем-домға жүгінбес бұрын, табиғаттың өзі ұсынған қарапайым да пайдалы шешімдерге назар аударайық. Бүгінгі видеода мен сіздермен көзіңізге ерекше пайдалы, тіпті болашақта соқырлықтың алдын алуға көмектесетін 5 ғажайып тұқым туралы айтатын боламын. Бұл тұқымдардың құрамы витаминдер мен минералдарға, әсіресе көз денсаулығы үшін таптырмас, омега-3 май қышқылдарына өте бай. Олар көздің тор қабығын қорғап, құрғауын болдырмай, жасқа байланысты туындайтын аурулардың даму қаупін азайтады. Ең бастысы, бұл тұқымдар қолжетімді, және оларды күнделікті тамақтану рационына қосу өте оңай. Видеоны соңына дейін мұқият қараңыз. Себебі мен әр тұқымның пайдасын толық түсіндіріп қана қоймай, оны қалай дұрыс қолдану керектігінде нақты мысалдармен көрсетемін. Дайын болсаңыздар, біз бастаймыз. Бұл ақпарат сіздің және жақындарыңыздың денсаулығы үшін өте маңызды болуы мүмкін. Көз жанның айнасы демекші, сол айнамызды жарқыратып, сау күйінде сақтап қалу өз қолымызда. Қазірден бастап денсаулығыңызға қамқорлық жасауды үйреніңіз. Кеттік! Біздің тізімімізді ежелгі ацтектер мен майялардың күш-қуат көзі деп санаған чия тұқымы бастайды. Бұл кішкентай қара тұқымдардың денсаулыққа пайдасы орасан зор, әсіресе көз үшін. Чия тұқымы омега-3 қышқылдарының өсімдік негізіндегі ең бай көздерінің бірі. Ал омега-3 көздің тор қабығының негізгі құрылымдық компоненті болып табылады. Ол көздің құрғау синдромымен күресуге көмектесіп, көз ішіндегі қысымды реттеуге ықпал етеді. Бұл глаукома сияқты аурулардың алдын алуда маңызды рөл атқарады. Сонымен қатар, чия тұқымының құрамында антиоксиданттар көп, олар көзді зиянды еркін радикалдардан қорғайды. Чия тұқымын күнделікті рационға қосу өте оңай. Ең қарапайым әдісі оны таңғы асқа пайдалану. Мысалы, 1-2 ас қасық чия тұқымын сүйікті йогуртыңызға немесе сүзбеңізге араластырып қойыңыз. 10-15 минуттан кейін тұқымдары сіңіп, гель тәрізді массаға айналады. Бұл оның қорытылуын жеңілдетеді. Сондай-ақ, оны смузиге қосуға болады. Банан, жидектер, сүт және 1 қасық чия тұқымын блендерде араластырсаңыз, дәмді әрі пайдалы сусын дайын болады. Тіпті ботқаға немесе салаттарға сеуіп жесеңіз де, оның пайдалы қасиеттерінен толықтай нәр аласыз. Ең бастысы тұрақтылық. Күнделікті аз мөлшерде тұтыну арқылы көзіңіздің денсаулығына зор үлес қосасыз. Екінші орында зығыр тұқымы. Бұл да омега-3 май қышқылдарына, әсіресе альфа-линолен қышқылына өте бай тағы бір керемет өнім. Зығыр тұқымының ерекшелігі оның қабынуға қарсы қасиеттері. Көздің құрғауы, қызаруы сияқты белгілер көбінесе қабыну процестерінен туындайды. Зығыр тұқымын үнемі тұтыну осындай жағымсыз сезімдерді азайтуға көмектеседі. Одан бөлек, зығыр тұқымының құрамындағы лигнандар күшті антиоксиданттар болып табылады. Олар көздің нәзік тіндерін, ультракүлгін сәулелер мен басқа да сыртқы факторлардың зиянды әсерінен қорғайды. Бұл макула дегенерациясы сияқты жасқа байланысты көз ауруларының қаупін төмендетуге септігін тигізеді. Зығыр тұқымын тұтынғанда бір маңызды ережені есте сақтау керек, оны міндетті түрде ұнтақталған күйде жеу қажет. Себебі, тұтас тұқымның қабығы өте қатты болғандықтан, асқазанда қорытылмай, пайдалы заттары ағзаға сіңбей шығып кетеді. Сондықтан, кофе тартқыш арқылы жаңадан тартылған зығыр тұқымын пайдаланған дұрыс. Ұнтақталған зығырды таңғы ботқаңызға, айранға немесе смузиге 1 ас қасық қосып жіберсеңіз болады. Оның жұмсақ, жаңғақ тәрізді дәмі тағамыңыздың дәмін бұзбайды, керісінше байыта түседі. Сонымен қатар, оны салаттарға, соустарға немесе үйде пісірілген нан өнімдеріне араластырып жіберуге де болады. Күніне 1-2 ас қасық ұнтақталған зығыр тұқымы көзіңіздің саулығын сақтауға үлкен көмек көрсетеді. Ал енді кезекті тұқымымызға келсек, бәрімізге жақсы таныс асқабақ тұқымы. Бұл дәмді шемішкелер,
Тек уақыт өткізуге арналған ермек қана емес. Сонымен қатар, көз денсаулығы үшін таптырмас қоректік заттардың қайнар көзі екені белгілі. Асқабақ тұқымы мырыш минералына өте бай, ал мырыш көз денсаулығында шешуші рөл атқарады. Ол бауырдан А дәруменін көздің тор қабығына тасымалдауға көмектеседі. А дәрумені болса, көздің жарықты сезінуіне және қараңғыда көру қабілетін жақсартуға қажетті меланин пигментін өндіру үшін керек. Мырыштың жетіспеушілігі катарактаның дамуына және түнде нашар көруге әкелуі мүмкін. Сондықтан асқабақ тұқымын үнемі жеп тұру өте маңызды. Асқабақ тұқымын қалай жеуге болады? Оның жолдары көп. Ең оңайы оны аздап қуырып, таза күйінде жеу. Бір уыс асқабақ тұқымы керемет тіске басар бола алады. Егер сіз оны шикідей жегіңіз келсе, оның да пайдасы мол. Сонымен қатар, оны салаттарға қосуға болады. Бұл салатқа ерекше дәм мен қытырлақ текстура береді. Гранолаға немесе таңғы асқа арналған жармаларға араластырып жіберсеңіз де болады. Тіпті сорпаларға немесе негізгі тағамдарға сеуіп қойсаңыз, тағамыңыздың қоректік құндылығын арттырасыз. Қуырылған асқабақ тұқымын сатып алғанда, тұзы аз немесе мүлдем тұздалмаған түрін таңдауға тырысыңыз. Себебі артық тұз денсаулыққа пайдалы емес. Келесі кезекте баршамызды сүйіп шағатын күнбағыс тұқымы, яғни пісте де көз денсаулығы үшін өте пайдалы екенін білесіз бе? Оның басты құндылығы құрамындағы Е дәруменінің молдығында. Е дәрумені күшті антиоксидант. Ол көз жасушаларын, соның ішінде тор қабық пен көз бұршағын еркін радикалдардың зақымдауынан қорғайды. Еркін радикалдар жасушалардың қартаю процесін жылдамдатып, катаракта және жасқа байланысты макула дегенерациясы сияқты аурулардың дамуына әкеледі. Зерттеулер көрсеткендей, Е дәруменін жеткілікті мөлшерде тұтыну осы аурулардың даму қаупін едәуір төмендетеді. Сондықтан, күнбағыс тұқымы көзіңізді болашақтағы проблемалардан қорғаудың дәмді әрі оңай жолы. Күнбағыс тұқымын рационға қосудың түрлі жолдары бар. Әрине, ең танымал әдіс оны тазартылған күйде тікелей жеу. Бірақ онымен шектеліп қалмауға болады. Мысалы, тазартылған күнбағыс тұқымын салаттарға, әсіресе көкөніс салаттарына қоссаңыз, ол ерекше дәм береді. Таңғы ботқаңызға немесе йогуртқа сеуіп жесеңіз де болады. Үйде нан немесе түрлі тоқаштар пісіргенде, қамырға немесе бетіне сеуіп жіберсеңіз, өніміңіздің дәмі де пайдасы да арта түседі. Тауық етін немесе балықты пісірер алдында оның орнына ұнтақталған күнбағыс тұқымына аунатып алсаңыз, қытырлақ әрі пайдалы қабық пайда болады. Ең бастысы, асқабақ тұқымы сияқты, мұнда да тұздалмаған немесе аздап тұздалған түрін таңдаған абзал. Біздің тізімімізді аяқтайтын күнжіт тұқымы, ежелден шығыс медицинасында кеңінен қолданылып келе жатқан таңғажайып тұқым. Күнжіт тұқымы көз денсаулығы үшін маңызды бірнеше қорек заттарды біріктіреді. Біріншіден, ол Е дәруменіне бай. Бұл туралы біз күнбағыс тұқымы бөлімінде айтып өттік. Екіншіден, оның құрамында көздің бұлшық еттері мен нервтерінің жұмысына қажетті кальций минералы көп. Кальций жетіспеушілігі көздің шаршауын және көрудің бұлыңғырлануын тудыруы мүмкін. Үшіншіден, күнжіт тұқымында лецитин деп аталатын зат бар. Лецитин көздің нерв жасушаларының мембраналарын нығайтуға көмектеседі. Осылайша, көру сигналының миға дұрыс жетуін қамтамасыз етеді. Күнжіт тұқымын тағамға қосу өте оңай. Оны көбінесе әртүрлі тағамдардың бетіне себу арқылы қолданады. Мысалы, салаттарға, күріштен жасалған тағамдарға немесе қуырылған көкөністерге сеуіп жіберсеңіз, ол жағымды жаңғақ дәмін береді. Нан, тоқаш, печенье сияқты пісірмелердің бетіне сепсеңіз, әрі әдемі, әрі пайдалы болады. Сонымен қатар, күнжіттен тахини деп аталатын паста жасалады. Ол көптеген шығыс тағамдарының, мысалы, хумустың негізгі ингредиенті болып табылады. Тахиниді нанға жағып жеуге немесе салаттарға арналған соус ретінде пайдалануға болады. Ақ және қара күнжіт түрлері бар. Екеуі де пайдалы. Бірақ қара күнжіттің құрамында кальций мен антиоксиданттар сәл көбірек деп саналады. Міне, құрметті достар, біз бүгін көру қабілетін жақсартуға және көз ауруларының алдын алуға көмектесетін 5 керемет тұқыммен таныстық. Чия, зығыр, асқабақ, күнбағыс және күнжіт, осы қарапайым тұқымдардың әрқайсысы көзіңіздің денсаулығын сақтауға қажетті дәрумендер мен минералдардың нағыз қазынасы. Көргеніңіздей,
Оларды күнделікті тамақтану рационына қосу ешқандай қиындық тудырмайды. Таңғы ботқаға, йогуртқа, салаттарға немесе жай ғана тіске басар ретінде жесеңіз де, сіз ағзаңызға, әсіресе көзіңізге баға жетпес пайда әкелесіз. Ең бастысы бұл әдетті тұрақ түрде жалғастыру. Осы тұқымдарды күнделікті рационыңызға қосып, көру қабілетіңізді жақсартыңыз. Ұмытпаңыз, денсаулық ең үлкен байлық. Оны сақтау үшін қымбат дәрілерді күтудің қажеті жоқ. Табиғаттың өзі бізге ұсынған осындай қарапайым да тиімді жолдарды пайдалану арқылы көптеген аурудың алдын алуға болады. Денсаулығыңызға бейжай қарамаңыз. Бүгіннен бастап өзіңізге қамқорлық жасауды қолға алыңыз. Көзіңіздің жанары ешқашан сөнбесін, әлемді тек жарқын түстермен көруге жазсын. Егер бүгінгі видео сізге пайдалы болса, лайк басып, арнамызға жазылуды ұмытпаңыздар. Пікірлер бөлімінде сіз осы тұқымдардың қайсысын жиі қолданатыныңызды, немесе көз денсаулығын сақтаудың басқа да қандай жолдарын білетініңізді жаза отырыңыз. Сіздің әрбір пікіріңіз біз үшін маңызды. Келесі кездескенше сау болыңыздар.